Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бейнелеу өнеріндегі теңіз пейзажы. Теңізді қалай бейнелейміз? Сабақтың мақсаты теңіз пейзажы туралы түсінік беру арқылы сурет салудың жаңа әдістерін меңгерту. Балалар, бейнелеу өнерінде марина, яғни теңіз пейзажы деп аталатын тұтас жанр бар. Марина теңіз деген мағынаны білдіреді. Осы жанрда сурет салатын суретшілерді маринист суретшілер деп атайды. Олар теңіз көрінісін бейнелейді. Осы жанрда сурет салатын ең әйгілі маринистер орыс суретшісі Иван Айвазовский және британдық суретші Уильям Тернер. Айвазовскийдің 9-шы вал, толқын ортасында, теңіздегі күннің батуы, Тернердің корабльдің соңғы рейсі, бұрқасын атты шығармаларында екі суретші де теңіздің тамылжыған тымық күйі мен буырқанған асау толқындарын асқан шеберлікпен бейнелей білген. Кітаптарыңның 94-ші бетінде Уильям Тернердің «Бұрқасын» атты картинасы жайында қызықты ақпарат берілген. Соны оқуға кеңес беремін. Енді балалар, сендерге теңіз пейзажын қалай салуға болатынын көрсететін боламын. А4 қағазынан шартысын алып, тігінен қоясыңдар. Ортасына көкжиек сызығын сызып аламыз. Басы жалпақ қаламды алып, қою көк түсті жағамыз. Түске қосып, аспанның төменгі жағын көкжиек сызығына дейін бояп шығамыз. Басы жымыртқы қаламды алып, әр түспен бұлт саламыз. Қалқаламның ұшымен бұлттарды саламыз. Қарай аққа көк түс қосып, ашық түс шығарамыз.
осымен көкжиектен төменгі жағын тегіс бояймыз. Келесі ақ қосу арқылы жердің суретін саламыз. Жерді бояймыз. Жерді бояп аламыз. Сосын ақ түспенен өзеннің шетін, судың теңіздің жағасын ақ түспен бастырып шығамыз. Мындай жіңішке қылқаламмен көк түспен судың жиегін бастырып шығамыз. Әр жеріне судың бетіндегі толқындарды саламыз. Әрі қарай жақсы түстеп пальманың жапырағын саламыз. Сары түспен пальманың жапырақтарын бастырамыз. Міне, мындай әдемі теңіз пейзажы дайын болды. Балалар, үйден бейнероликтен көрген пейзажды гуашь бояумен болмаса акварельмен салып көріңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.